шыңды тарт дейді. Мен қазір сендерге ортаға шығамыз бәріміз. Сендерге шеңберлер таратамын, иә? Сары түс қай жыл мезгіліне жатады? Күз. Көк түс қай мезгілге жатады? Қыс. Ал жасыл қай мезгілге жатады? Көктем. Ал қызыл гүлдер болатындықтан жаз мезгіліне жатады екен, иә? Қазір мен сендерге шеңбер таратып берем. Музыка қосылғанда, әуен қосылғанда билеп жүреміз. Ал әуен тоқтаған кезде әркім өз түсімен жинақталып тұра қояды, жақсы ма? Тесіне түстерін тауып алыңдар. Енді бір билеп көрейік, иә? Сосын кім айтып береді? Жеңімпаз болады. Бірінші жаттап аламыз. Этот пальчик дедушка, это пальчик бабушка, это пальчик папочка, это пальчик мамушка, это пальчик я, вместе дружная семья. Балдарым, жаттағандарыңды көрсетіп отырсыңдар. Сабақта жаттадық бұны, олар қайталамай ақ қояйық. Ендеше келесі ойынымыз балдар. Кім көп біледі дейді. Бірден 10-ға дейін тура және кері санау. Орысша, қазақша кім санап береді? Дұрыс санай қойшы. Қалған білеміз. 9, ал орысша санай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, айтшы ешкімді? 5, 4, 3, 2, 1. Жарай, соңыршая. Келесі ойынымыз балдар. Білгіш болсаң, логикалық сұрақтар қояр, ойланып жауап беріңдер, иә? Балдар, қол көтереміз. Сұламаймыз, жақсы ма? Жұдырықта. Қол көтеріп айтамыз. Ал, анасының мысығы, иті, қызы бар. Анасында неше бала бар? Айта қойыңыз. Бір бала бар, бір қызы бар екен, иә? Ал, ағашта 4 құс отыр. Оған керіп не 9 қосылды дейді. Ағашта қанша құс отыр дейді? 6 құс отыр екен, иә? Мен суымын дейді. Судың бетінде қатып тұрамын. Мен немін дейді? Мұз екен, иә? Қыз ананың 3 ұлы бар дейді. Бірінші ұлының аты желтоқсан, екінші ұлының аты қаңтар, ал үшінші ұлының аты кім? Желтоқсан, қаңтар деген ұлдар бар. Үшінші ұлының аты кім? Ақпан. Ақпан, дұрыс айтасың. Ақпан айы екен, иә? Енді қалдар, қазір мен сендерге 9-шы ойынымыз шебер қолдар деп аталады. Алдарыңа біреулеріңе сиырды, оны бояйсыңдар.
ойды жапсырасыңдар. Ал үшінші, төртінші стол шылқымен түйені жапсырасыңдар. Түйені былай қойыңдар бір шетке. Түйені бірінші басын тауып алыңдар. Кәне басын айтып. Қайда түйені? Сендер мындай жапсырасыңдар. Мынаған жапсын, мынаған жапсын. Мынаған бір үлкен өдері. Басын айтамын деді. Biz ne istedik oyun sabahımızda? Kosturduk. Daha ne istedik? Boyadık. Zımbık şiştik. Jumbağa yaptık. Daha ne istedik? Samadık, жапсырдық. Өзіміздің алған білімімізді көрсеттік, иә? Мен сендерге ризамын балдар. Енді мен сендерді тәтті алқамен марапаттағым келді. Қордан сен өте жақсы қатыстың сабаққа. Тек қана білімді болып жүре бер. Өсеке. Өсей сабаққа күшті қатысты. Жапсыруды күшті жасады. Өте жақсы. Келе ғой. Сұрақтарға жақсы жауап берді. Келе байдады. Айдария сабақта сұрақтарға, жұмбақтарға өте жақсы жауап берсін. Жарайсың. Нұрәлі келе ғой. Нұрәлі жапсыру жұмысын өте қызығушылықпен істеп. Жарайсың, Нұрәлі. Кел, Раян. Раян сұрақтақты өте жақсы айтып бер. Жарайсың. Нұрқаят келе ғой. Нұрқаят бояуды өте жақсы бояды. Жарайсың, Нұрқаят. Сандар келе ғой. Санжар да суретті жақсы бояды. Артына шығармай, өте жақсы. Келе ғой, Асему. Асему ойынды өте жақсы ойнап түсін жақсы тапты, е? Жарайсың. Келе ғой. Расул келе ғой. Қастарына бар тағы. Өте жақсы жауап берді сұрақтарға. Кем Кәусар? Кәусар тақпақты күшті жаттаған екен. Жарайсың. Аяла да тақпақты күшті жаттақты. Азамат құрастыруды өте жақсы құрастырды. Алижан сұрақтарға күшті жауап берді. Жарайсың. Назерге құрастыруға өте жақсы қатысты. Нұрсая санауды өте жақсы санады. Жарайсың. Әзім барлық сұрақтарды біліп отыр. Өте жақсы. Жарайсың. Әдия өте белсенді қатысты. Жарайсың. Султан
қатысты, ойыма да жақсы қатысты. Жарайсыңдар.